Бүгін день X настал. Мен подругамды күтіп жатырмын. Ол машинада келе жатыр, таксимен. Екеуміз аэропортқа барамыз. Я этого дня очень долго ждала. Мы вообще 2-3 месяца назад все запланировали. И это вот сегодня сбудется, иншаллах. Я хочу плакать, потому что мы этого очень долго ждали, прям очень долго. И теперь ждите от меня крутых контентов. Привет. Hello. Хорошо. Turkey. Merhaba. Günaydın. Вот это прикол, блин, обожаю. Біз, в общем, келдік, регистрациядан өттік, билеттерімізді алдық. Енді от души тамақ ішіп алдық. Ең дәмді және ең қымбат пиццаны жедім бүгін. Вот, Сарукай. Пиццамызды жеп алдық. Тойдың ба? Да, было вкусно, спасибо большое. Вот, енді біз примерно 1 сағаттан кейін самолетке отырамыз. Тут так очень красиво, тихо, спокойно. Теперь это мое любимое место. Все, біз отырдық. Енді Стамбулға кеттік. Кстати, Эйр Астанада бүкіл условия бар екен. Что тут? Мынандай бірдеңелер берді, су берді. Вот. Еще жастығы бар екен. Вообще классно. Да. Очень удобно. Все условия. Эйр Астана топчик. Келдік. Такой нормальный, да, в принципе? Да. Что там, как твое впечатление, Рука? Нормально, я просто устала. Я тоже устала. Я хочу. Чтобы вы понимали, только сағат 2 достар. Я сендерде 2, бізде 12. Вот, маленький рум-турчик. Что тут есть? Суағама. Вообще-то біз букингтан заказ бердік. Надеюсь, нормально. Біз кеттік. Прям, знаешь, прям тікшіреміз. Ой, бәрі, қай жерге өтеміз бі? Бәрі? Біз алдық мұнаны. Капец, мынаны біз қанша уақыт іздедік кешеден бері. Шүкір, мына кісілер көмектесті. Спасибо. Опа! Египетский базарға келдік. Біз деген бір шақырмаймыз, базарға барамыз. Мына жерде Сивакикиға келдік. И мына жердің качествосын көріп, капец в шоке болып жатырмыз. Мысалы, мына костюм чисто хлопок. И бұл примерно 1000 лира болып тұр. Примерно 14 мың, 15 мың. Ал Қазақстанда бұндай качествода примерно 30 мыңға аласың. 20-30 мың. Өшіп қалды ма? И мына жерде Сивакики прям очень прям хорошее качество. Кейін деп қайттан айтып 700 лира. 700 лира примерно 9000 теңге. Вау! Это да! Biz tengizning жағасында. Күшті виппен қарап отырмыз. Ар жақта базар. Базардан келдік. Поло алдық. Поло көрсетесің.
примерно 12 мың сондай шықты, 11 мың. Очень классно. В общем, біз сағат 10-нан 1-ге даже 3-ге дейін жүрдік, аралап өзіміздің районымыздың маңайын. Вообще, в целом, Турция ұнап жатыр. Өте ауа райы жағымды, жылы. Еще судың қасында орналасқанбыз. Жап-жақын барып келесің. Босфорға дейін паромдар бәрі бар екен. И вот отельге қайттан оралдық, потому что уже аяғымыз бәрі шаршап кетті. Там такие спуски большие были. И думали, үлкен шопинг жасаймыз деп, но получилось. Аружан только бір футболка алды. Мен өзіме кожаный куртка алдым. Түсірген түріміз, короче, 3500 лира деді. Это примерно 45 мың теңге. И оны 2000 лираға дейін түсірткіздік. Сонымен кожаный куртканы мен 26 мыңға алдым. Сонымен қазір заправляемся. Мынандай рука посоветовала. Біреуі фрапучино, бірінші рет ішінде отырмын. И фрапучино карамель. А это моча, как шоколадка идет. Сол. Қазір енді кішкене күн батқаннан кейін кешке Босфорға барайық деп ойлап отырмыз. Паромға отырып, кішкене әдемі жерлерін көріп, суы өте әдемі. Біздің комнатамыз, в общем, осындай малюсенький, но уютно. Бүкіл условиясы жасалған. Қайта-қайта осы несін өзгертеді екен, постельдерін бәрін. Классно. Біз әбден таңдадық Booking-тан таңдасаңыздар, өте мұқият болып таңдау керек. Отзывтарын бәрін оқып. Вот, сосын Каспий картамен төледік. На месте төледік, кстати. Заранее төлеп, я думаю, не стоит. Қазнандарын көрек. Сымлям. Потом біздің отель, Құран отель деп аталады. Неде Сұлтан Ахмет мешітіне жақын екен. Сосын Голубая мешітке жақын. Университеттерге жақын екен. Фатих районында. Сонымен солай. В принципе, пешком можно добраться. Капец вкусно. Очень вкусно. Солай. Сосын біз Истанбул карттың екеуін алыппыз. Енді бізге одногруппниктар жазады, что біреуін алсаң да жетеді ғой. Спасибо. Ладно. Ондай моменттер болады. Біз өкінбейміз ондайға. Босфорға шығайық деп жатырмыз. Уже әдемі болып киініп алдық. Үйдің подругамыздың досы бізді апаратын болады. Я так рада, Аллаға шүкір, осындай жақсы адамдарды жолықтырып жатқанына. Сол. Спасибо, Орынбор, заранее. Да. Спасибо, Өзжан, заранее. Өзжан деген бала. Қазақша біледі екен еще. Өте керемет. Сәлем. Сәлеметсіздер достар, біз қайдамыз? Қазір Истанбул қаласындамыз. Қараңыздар. Біз тамақ ішуге келдік. Сәлем. Тамақ жеп жатырмыз. Тауық. Ama ben dedim ki kardeşim benimki ekmek arası yap, somun yap. Karın doyursun. Karın doyursun. Aynen öğrenci işi, asker işi. Anladın mı? Yok dedi. Merhaba. Біз қазір киініп, дайындалып, Ай-София және Топкапыға барамыз. Қазір енді түрік досымыз Өзжанды күтіп отырмыз. Келе жатырмын деген. Дала өте
жаттық, но это нам не помеха. Күйіп жанып болса да барамыз. Өйткені біз уже 1 күннен кейін Анталияға жол жүреміз. Сөйтіп бүгін ең негізгі достопримечательностьтарды көруге шығамыз, алла бұйыртса. И обязательно донерді жеу керек, фотоға түсу керек әдемілеп. Сол бізде жаңалық өте керемет. Кеше бізде қандай күн болды? Түнгі қаланы көрдік, түнгі Стамбулды көрдік. Даладағы, көшедегі түріктердің өмірін былайша айтқанда солай көріп шықтық. Өте ерекше, басқаша атмосфера, вайптары бөлек. Бірақ енді ер адаммен жүрмесең, кішкене қауіпті екен қыз баласына түнгі уақытта особенно. Вот. Сосын ұлттық тағамын жедік, түрік асханасының өте дәмді болды. Мысықтар мына жақта қатты көп емес, нормально, қатты көп емес. Мен ойлағандай емес екен. Базардан бірнеше заттар алдық, өзімізге керек деген, бірақ барлығын емес. Бағалары примерно сол Қазақстанмен бірдей. Бірақ кожаный куртканы мен өте жақсы баға алдым. Түсіріп 2 есеге түсіртіп алдық. Сосын таксиға отырған кезде біз қайттық, таксимен қайттық. Таксистер жаңағы түрік болсан нетпейді, алдамайды екен. Өйткені өзжан отырды қарап счетчигін. Примерно 2800 теңге шықты. Ал егер мысалы біз өзіміз отырсақ, біздің тіл білмейтінімізді пайдаланып, конечно, счетчигін айналдырып қоя беретін еді. Сондай жағдай жалпы Түркияға міндетті түрде келу керек, потому что бұл жердің атмосферасы бөлек. Сол. Короче, на связи. Осындай банкоматтар бар. И біз Зират деген жерден шығарды. Айя София жақтамыз. Тамақ ішуге келдік. Бұл Макдональдс. Біздің Макдональдстан қарағанда өте әдемі. Тұрасыз. Және бургерлар да өте дәмді екен. Енді фото-видеоға түсіп жатырмыз. Мында осындай атмосфера. Өте әдемі.
Капец вкусно. Bu, короче, сташковый дядя. Сташковый. Benim favorite. Kattu ne lan? Ya. Biz chiqib жатырмыз. Ары қарай. Бүгін Стамбулда соңғы күн қыдырамыз. Ары қарай басқа қалаға кетеміз. Bugün tek köngülümün güresin Jigitke külümdü, jigit kızı süresin Köngülümdü bayhayım, hem de sırgabaydayım Bäri turup bilesin, bäri turup bilesin Şarşama tek şarşama, ayak kolum kalsa da Şulkunup bir bileyin Bıktım, senden tasmam Tekjirildi, saktalgan Ey sağınbaugan elimim yok Aşkım beni yarar Sözlerine sarılana İstanbul'dan yegin ketmişti. Zamanla үлкен, әдемі шығады. Қалай дедіңіз аты? Ой, кешіріңіз. Чамылжа мешіті. Ең үлкен мешіт. Қай районда? Үскідар. Все, осы жаққа келіңіздер. Әдемі. Бұл мешіт жағынан көрдіңіз. Бәрін көрінеді. Төрт сағат Biz Moskvaga keldik. O'sha жақта dәмді dondurma dedimi, sonday бар ekan. Doner. Соны жеп көреміз қазір. Bu олардың фастфуд жейтін орталығы, ТРЦ біз үшін. Бірақ өте әдемі. Вот просто посмотрите. Өте әдемі. Мына жақта топче. Сол. Бүгін әдемі болып тұрмын. Сенап тұр. Ülken adamlar da geldi. Balalar aparat takan, aparat koyulan kezi tatlı puan istedi. Yüzleri kulede. Onlar şılayıp durmayın. Ой. Tatlı night olsun bana. Жақсы естиді, иә? Аппараттан кейін. Аппараттарды сіздер істейсіздер, иә? Aparatlar ondan ready keledi bizge. Dayın keledi. Ең кәсіпкерлай. Мына жақтағы видті қазір көрсетемін. Осындай жерді көрсетіп жатқаныңыз жаңға рахмет. Kaçları göstereyim? Veriyor. Katlayacaksın. Иә, өте әдемі. Қараңыздар. Tabiat aydemir. Өте әдемі. Atmosferi aydemir. Өте әдемі. Мен просто в шоке. Так. Бұл Üsküdar районы. Біз қазір Жағашай жаққа барамыз.
бұл жерде қазір тамақ ішу керек болады. Жүріңіздер көрсетейін десе. Біздің өз жанымыз кетіп қалды. Бізді лақтырып кетті, оңбаған. Ойынан естіп ренжіп қалып жүрміз. Қалжың. Франк. Біледі ол. Өзжан, бұл қалжың. Франк. Солай. Сосын бізге Өзжан замечание айтып жатыр. Қазақша дұрыс сөйлемейді екенсіздер, араластырып сөйлейді екенсіздер дейді. Негізі рас, таза қазақша сөйлеу қазір қиын болып жатыр. Ойланып сөйлейтін болдым. Иә? Бұл жерде өте жақсы выбор, таңдау өте көп. Бізге ұнаған заттарды бірден тауып жатырмыз. Қазір жақсы бір жерде тамақтанамыз. Иншалла. Деп қалдық қойыз. Все жақсы. Сау болыңыздар. Біз қазір Босфор жақта, бас ауған жаққа жүре бердік, в общем. Сөйтіп Босфор көпіріне қарай келіп қойыппыз. Қазір біз Өзжанды күтіп отырмыз. Тамағымызды жедік, өте дәмді, күшті ресторан. Турцияда достар барлық адамдар почти жартысынан көбісі темекі шегеді, әйелдер болсын. Сондықтан бізге чуть-чуть дискомфортно. Өзжан да шегеді. Бізге темекінің иісінен менде аллергия бар. Аллергия, тұншығамыз. Біз мысалға мына жағымызда да отыр, темекі шегіп, ана жағымызда да отыр. Өте қиын сол жағынан. Бірақ Стамбулдың әдемілігі оның бәрін ұмыттырып жібереді. Сондықтан міндетті түрде келіп көру керек, Стамбулды білу керек, қарау керек барлық жерде. Себебі тарихы өте терең қала. Ескі жағы да бар, жаңа жағы да бар. Сонысымен көркем қала бұл. Және көзің тоярлықтай сұлулық, әрбір жағына қарасанда прям яркие, сочные цвета, и просто глаза отдыхают от этого. Бізде жапырақтардың өзі бұл жерде прям жап-жасыл, қою жасыл. Және таза ауа болып тұрады, судың жағасында болсаңыз, вообще күшті. Судың иісі деген керемет. Сол. Қазір енді машинаны күтіп отырмыз. Өзжан, қайдасың? Завис на моменте, врос у горы, поклялся всю жизнь за тобой уйти. Много пошаговых, нервы и ложь, но от этих поэтов ты вряд ли поймешь. Мэри окутала разум, теперь не уснешь. Герои из книг не видели, да? Біз пляжға шаяқтеп жатырмыз, осындай лукпен. Мынау біздің номер, кішкене шашылған. Осындай. Мына жерде бүкіл заттар бар. Кішкене рум-тур жасап өтейін. Осы жақта ванная. Осындай. Ұнайды бізге барлығы, завтрактар өте дәмді. Сол. Біз Анталияның пляжына кетіп бара жатырмыз. Бірінші күні бүгін ары қарай көреміз, айтамыз. Бұл Анталия достарына парада қоймасы бар. Прямо, да? Прямо. Тік шірей береміз. Туристік орталық сияқты.
Судан кейін қарнымыз ашып, әдемі жерге келді. Луна Гард деп аталады. Осындай кафешка. Ішінде өте көп адам. Бірақ та атмосферасы әдемі. Везде вот зелень, цветы, вот это все. Шикарно. Біз пляждан қайтып бара жатырмыз. Үйге, отельге. Қараңыздар, қандай әдемі. Біз Сакрамадан шығып, бір молға келдік. Бұл жерден Искендер кебап жеді. Марк Анталия деген терці. Осындай жер. Просто мен айта салам ғой. Оның айтқаны 9-шы месте. Ал бұл 12-ні. Соны 15-шы арасында айтқаны. Насыл. Привет. Ты захотела? Ураган. Привет. Аружан. Привет. Merhaba. Ой. Қыздармен пляжға бара жатырмыз. Бағана тамақ ішіп қайтып келдік отельге. Заттарымызды ауыстырып, киімімізді ауыстырып, бәрін дайындап шығып бара жатырмыз. Кәз берем. Жанасылдың өтпейтін приколдары. Полетела я на восток, счастье где-то там. Я найду, наверное, и спасение. На восток к розовым мирам. Ветер неси меня, попросила я. На восток, счастье где-то там. Я найду, наверное, и спасение найду. Biz pляжға келдік. Фотоға түсейік та общий, давай. Аттракциондарға келдік.
Италия терісі турамыздың отелдің қасында. Оның ішінде кофе әлемі, кафе дүниясы деген көрсететін жер бар екен. Сол жерге біз кіріп кофе аламыз. Қазір біз аэропорттамыз. Әлі самолетімізға где-то 3-4 сағаттай бар. Сонымен біздің демалысымыз бітті. Астанаға бұйырса барамыз. Өте керемет, есте қаларлықтай саяхат болды мен үшін. Турцияға барып шешім қабылдағанымызға мен ешқашан өкінбеймін. Керісінше тек қана қуанамын. Және де осы Турцияға барғаным маған үлкен өзімнің өмірімді өзгертуге бір себеп жасады. Оны кейінірек айтамын. Сағынатын боламын. Және алда міндетті түрде қайтып келемін. Міндетті түрде, иншалла. Сол болыңыздар.